Сәлем достар, бүгін біз Minecraft P екінші бөлімді түсіретін боламыз. Және де бұл жолы біз үйдің ішін жасаймыз. Мінекей, біз алдыңғы күні үйдің сыртын жасап едік, енді ішін жасаймыз. Мінекей, біздің жасаған үйіміздің іші әлі осылай тұр. Және де біз мінекей, осылайша біз міне үйіміздің мына шеттерін аяқтап біттік. Мынақа бір нәрсе кіріп кетті. Қазір мен өлтіре салайын. Бұл бәлені өлтірмесең, сенің үйіңнен шықпай қояды. Қайда кетті ана бәле? Менің үйіме кіріп кетті ме? Қайда кетті? Ой, ғыр, қайда қашып кетті? Туф. Үйіме кірейін. Біз бұл жолы мінекей ең бірінші біз ваннаны жасаймыз. Ванна бізге ең маңыздысы болып тұр. Ванна деп қой, кухня. Кухня деген кухня жасаймыз дегенді кішкене оғаш естіліп тұрса, мен сіздерге айтып берейін. Кухня деген мен 3-ші ма 4-ші ма серияларында выживание ойнайтын шығармын. Сол күні мен қарным ашқан кезде кухняға кіремін. Әйтеуір тамақтар мен тамақтар жеп аламын әйтеуір. Сондықтан мен кухняны істеймін. Кухня салам. Және де мінекей біз мынандай ящик аламыз. Міне ящик осындай. Осының ішінде тамақтар тұрады. Онда Майнкрафттың бәрінде бар шығар, бірақ та бәріне демей қойын. Кейбіреуінде бар шығар, кейбіреуінде жоқ. Мен білетінім тек қана Майнкрафт ол өте қарапайым, бірақ та өте керемет, адамды қызықтырып жіберетін ойын. Ол маған мені қызықтырып өстіп не істеді, сондықтан мен Майнкрафт жазып алдым. Мінекей біз осылай Майнкрафттан видео түсіреміз. Мінекей тәттілер, енді еттер. Және де мен тамақтарым осында тұратын болады. Енді менің киімдерімді қазір не істеймін? Ой, ілгіштім қайда кетті менің? Туф, осыда жоғалып та жүретін. Бағана ғана көрші әкеп кетті ғой менің ілгішімді. Көтен дегеді ғой. Енді мен жаңадан ілгіш алайын. Мінекей менің ілгішім аяқты тұр. Қазір енді оған железный нелер қойып қояйын. Неге железный дейсіздер? Өйткені ол желез маған қатты ұнайды. Әрі ол өте керемет. Сіздер менің каналыма тіркелсеңіздер, тек қана желездің заттарын киіп жүріңіздер. Мінекей. Және де мұна адамның қолына қылыштат қойық. Мінекей. Енді менің ұйықтайтын төсегімді жасай салайық. Содан кейін мен 3-ші сериясын түсіремін.
Сондықтан менің видеоларымды көріп жүріңіздер. Мінекей біз өзіміздің үйімізді ішін жасадық. Және де сау болыңыздар. Менің видеоларыма тіркеліп, комментарийға жазып кетіңіздер. Және лайктарыңызды аямай баса беріңіздер. Сау болыңыздар.